Кездесу. Күз түні. Айналамды қоршаған асқар биік шыңдардың белуарынан жоғарғысы көрінбейді. Қараңғылыққа ұласып, тау мен түн көп уақыт кездеспей сағынысып жолыққан қос қашықтай бір-біріне сіңісіп кеткен. Қазір олар тыныштығымызды ешкім бұзбас екен дегендей үнсіздік үстіне үнсіздік тілеуде. Алыстан желдіріп келіп тұсап қаңтарған көк мойным да енді түн тыныштығына беріліп, шебердің жасаған тас мүсініндей қозғалыссыз қалшиып тұр. Тек менің тақ қасымнан құлап аққан тау өзені ғана құтырына түсіп, жағаны сабап, сарқырап, күркіреп, ысылдап, сыңсып, зор да сүйкімді дыбыс-ырғақпен күй ойнауда. Мен де қазір дәл осы тентек өзеннің мінез сиқындамын. Өйткені отырған жерімнен су шыққандай бір тұрып, бір отырып, тағатымнан мүлде айырылғам. Осы түрімді сыртымнан біреу көрсе, не себепсіз мүсіркеп, не чексіз қызғанатын шығар. Күтудің сиқыр сыры осында болса керек. Мен жасыл майса үстіне қайта отырып, темекінің бір талын ерніме қыстырдым да, жұқа чекпенімнің бір жақ өңірімен қалқалап, жарығымды сыртқа шығармау үшін тамыздық бастым. Дәл осы сәтте тастай қатып қалшиып тұрған көк мойын атым санына ине сұғып алғандай селт етіп қамыс құлақтарын тас төбесіне тікті. Жаңа ғана тұтатқан шылымымды жерге басып сөндіре, жер бауырлап, атқараған жаққа қарайын таландым. Қалың қара бұлт арасынан шыға келген 15-тің айындай әппақ көйлекті ақ арудың бейнесі көрінді. Ғажайып көрініс. Бейне қап-қара қағазға ақ бояумен сызған мінсіз сурет секілді. Ол жан-жағын абайлап, бір басып, екі басып келді де көк мойынды еркелете маңдайынан сипады. Басымды көтердім. Көп достың ба? Бұл сөзді айтқанда оның ерін ғана жыбырлады. Мен құлағыммен емес, жүрегіммен тыңдадым. Иә, бір ғасыр. Үнсіз күліп, еркелей мойнымнан құшақтады. Сүйдім. Тоңғаны ма, қорыққаны ма білмеймін. Оның денесінде сәл-сәл діріл бар екен. Чекпенімнің алтын ашып, оны айландыра, ту сыртынан алдына қарай қаусыра құшақтадым. Қолыма оттай ыстық, мамықтай жұмсақ, сүйкімді дене ұсталды. Еңкейіп көзінен сүйдім. Самсыған сансыз жұлдызды, айсыз, бұлтсыз қара көк аспан барған сайын жақындап, біз екеумізді бүркеп алғандай болды. Әттең жалындай өртеген, жақұттай таза жастық шақ, мәңгілік жасап қалмайтының өкінішті ақ. Әңгімені жазып оқыған Байыт Қабанұлы. Әңгіме ұнап жатса, арнама тіркеліп, пікір жазып отырыңыздар.